Перзенттерім, сіздерге адам оғлының мінездері туралы біраз сөз жазып естелік қалдырайын. Ықыласпенен оқып алыңыздар. Оның үшін махаббатың төлеуі махаббат. Әуелі адамның адамдығы ақыл, ғылым деген нәрселерменен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хауас сәлим һәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмыс өзгелерінің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап, ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен үйір қылу керек, үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның атадан болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфағат дәфға мұзаратларына айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ. Ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылыққа салындырып алады, соңынан молаға берген болады, я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бәхра болмайды. Ол қиянатшыл балалары. Талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман ифтихатқа да қиянатпенен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым мұсылман. Олардың адамдығының кәмәлет таппағы қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат, растықтың жолы. Қиянат, хақиқат пен растықтың дұшпаны. Дұшпаны арқылы шақыртқанға дос келеме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтықтықпенен табылады. Ол Алланың ғылымы емес, һәм аны біле тұғын ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат. Оған ғашықтық өзі де хақлық һәм адамдық түр. Болмаса, мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббатымен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды һәм көрік болады. Егерде адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да, таппаса да адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп, шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты құлағыңды қой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не сөз екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақтық емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уә Құранның оның сөзі екендігіне, уә пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа салаллаху ғалайхи уәссәләм оның тарапынан елші екендігіне инандың. Жай. Не бітті? Сен Алла тағала үшін иман келтіремсің, я өзің үшін иман келтіремсің. Сен иман келтірмесең де, Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ еді. Өзің үшін иман келтірсең, жа инандың. Ол инанмақтығың құр ғана инанмақтықпен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Пайданы қалай шалуды білмек керек. Сіз әмәнту биллахи кәма хуа би әсмайхи уа сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар һәм ол Алла тағаланың фиғыл ғазимлерінің аттары. Олардың мағынасын біл һәм 8 сифат затиялары не деген сөз, кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңе муслим ат қойып, тәслим болғаныңа раст боласың да. Өз пиғылдарыңды соған өз халіңше ұқсатуды шарт қыл. Алла тағалаға ұқсай алам ба деп, надандықпен ол сөзден жиіркенбе. Ұқсамақ дәл бірдейлік дағуасыменен емес. Соның соңында болма. Оның үшін Алла тағаланың сипаттары, хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмиғ, ирада, кәлам, тәкин. Бұл 8-нен Алла тағаладағыдай кәмелат ғазамат бірлән болмаса да пендесінде де әрбірінен өз халінше бар қылып жаратыпты. Жай.
Біз өзіміздің бойымыздағы 8 зәрі атты сипатымызды ол Алла тағаланың 8 ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақпенен біздің атымыз муслим бола ала ма? Болмаса керек. Ол 8 сипатына сипатымызды һәм ол аттары бірлән ағламланған фиғыл құдаға фиғылымызды ертпек неменен табылады, қалайша табылады, оны білмек керек. Ол, Алла тағаланың заты, ешбір сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж, жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тарифлап танымаққа керек. Егерде ол сипаттар бірлән тарифламасақ, бізге мағрифатулла қиын болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгіл, хикметіне ешбір хакім ақыл ерістіре алмады. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулімен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз, бар дейміз, ол бір демеклікте ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклікте Алла тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкинаттың ішінде не нәрсенің ужуды бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әрбір хадиске айтылатұғын бір қадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде, Құдай табарака уа тағала кітаптарда 8 субутия сипаттары бірлән уә 99 әсмай құсыналар бірлән білдірген. Бұлардың хәммасы Алла тағаланың затия субутия уә фиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет. 8 сипаттан қалған алтауы бұларға шарх. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік. Бір дедік. Ғылым. Құдірет сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік. Барлық ғылым. Құдірет олула боларлық нәрселер ме? Әлбетте. Ғылым құдіреті бар болады, хаяты мағлұм. Бірі ирада. Яғни қалама. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Хәммаға харекет бере тұғын өзі. Ол ирада ғылымының бір сипаты кәләм. Яғни сөйлеуші деген. Сөз қаріпсіз. Дауыссыз болушы ма еді? Алланың сөзі қаріпсіз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіре тұғын құдіреті және басар. Сәмиғ, яғни көруші. Естуші деген. Алла тағаланың көрмегі. Естімегі. Біз секілді көзбенен. Құлақпенен емес, көргендей, естігендей біле тұғын ғылымның бір сипаты. Бірі тәкуин. Яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым, һәм әзәли һәм әдәби болады да, һәмиша барлыққа келтіруден босанбаса. Бір сипаты бір сипатынан үлкен я кіші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, әр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарх. Бұл ғылым. Құдіретте ешбір нихоятсыз, ғылымында ғафләт. Құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Саниғын сұңғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырған. Ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл, хүкімші, қайрат, қуат, қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз, ғылым, құдірет. Біздің ұғуымызға ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса сипаттар өз орталарында бірі тәбиғ, бірі матбу болады ғой. Бұл болса, тариф Раббыға жараспайды. 8 сипат қылып және ол сипаттар лағайру уәләхуә болып, бұлай айтуда, бұлардан бір өз алдына жамағат екі жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбірін басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, иттифақпенен Құдай болған болады. Бұлай деу батыл. Бір ғана құдірет пендеде болған қуат, құдірет ғылым ақылдан басқа болатұғын, Алла тағалада болған құдірет, ғылым һәм рахмет. Ол рахмет сипаты. 8 сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың рахман, рахим, ғафур, уадуд, хафиз, сәттар, раззақ, нафиғ, уәкил,
Латиф деген есімдеріне бинахи бір ұлық сипатынан хисаптауға жарайды. Бұл сөзіме нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылған Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім Құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан, онан басқа бірінен бір пайда алатұғын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайда алатұғын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатұғын ақылды инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтұғын жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл иесі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сұрау бермейтұғын қылып, бұлардың һәммасынан пайда аларлық ақыл иесі қылып жаратқан. Адам баласынан махшарда сұрау алатұғын қылып жаратқандығында һәм ғадалат һәм махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзге хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстінен тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп, қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке. Біреу ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп жаратпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырып, теңізден бұлт шығарады екен. Ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік, көңілге рахат гүлбәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбататтарды өстіріп, хайуандарды сақтатып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып дария болып, хайуандарға, құсқа, малға сусын, балықтарға орын болып жатыр екен. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балауызын, құрт жібегін, һәммасы адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ, бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлән жасалған машина. Фабрик адам баласының рахаты, пайдасы үшін жасалса. Бұл жасаушы махаббат бірлән адам баласын сүйгендігі емес пе? Кім сені сүйсе, оны сүймекті қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздықпенен бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп. Малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірін өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнде, кішкене уақытында шафғат, сәфәрменен бастарын байлап, қамқор қылып қоймақтығы адам баласына өсіп өніп, теңдік алсын емес. Бәлки, адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Жай. Бұл хикметтерінің һәммасын, һәм мархамат, һәм ғадалат захир тұр екен. Біз ортамызда бұл мархамат, ғадалатты иманның шартынан хисап қылмаймыз, оның үшін муслим болғанда Алла тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік, болғанымыз қайсы? Бұл 2 ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Фиғылы Құданың ешбірінде қарар қылмаймыз. Өзгелерде болғанын жек көрмейміз, өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам, я мұсылман емес. Ең болмаса шала мұсылман. Алла табарака уа тағаланың пенделеріне салған жолы қайсы? Оны көбі білмейді. Тәфаккару фиғла илахи деген хадис шарифтің инналаху юхиббул мухситин деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңілі менен ғылымы жетіп құптағанын көргенім жоқ. Әтәмурун әннәсә билбири уәхсәну инналаху юхиббул мухсин. Уәлләзина әмәну уәғамилу салихати улайна асхабул жәннәти һәм фиха халидун деген аяттар Құранның іші толған ғамалус салих не екенін білмейміз. Уа әммәлзина әмәну уәғамилус саликати фәйуәффихим ужурахум уаллаху лә юхиббуз залимин аятына қарасаң, ғамалус салих залықтықтың зидді болар. Олай болғанда ғадалат рафғат болуға кімде кімнің әділеті жоқ болса, оның хаясы жоқ.
Кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген пайғамбарымыздың салаллаху ғалайхи уәсәләмнің хадис шарифі мән лә хайон лаху деген дәлелдір. Енді белгілі иман құр инанышпенен болмайды. Ғадалат уарафғат бірлән болады. Ғамалу салих ғадалатты уә мархаметті болмақ күллі тән бірлән қылған құлшылдықтардың ешбірі ғадалатты, мархаметті бермейді. Көзін күнде көреді. Намаз оқушы, ораза тұтушылардың не халатта екендіктерін оған дәлел керек емес. Бәлки ғадалат барша ізгіліктің анасыдыр. Ынсап, ұят бұл ғадалаттен шығады. Оның үшін ғадалаты адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде халық менімен сондай мұндай қылықтармен мұғамала қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол халықтармен мұғамала қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол езі әділетте және нысапта емес пе? Ол хәмма жақсылықтың басы емес пе? Жай. Олай құлықпенен сол ойды ойлаған кісі Аллахына шүкірді неге ойламасын? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинхар ғадалат. Шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық та хаммасы босанады. Алла софының бір фәрдәден 100 фәрдә бижай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастағы тарих бойынша Құдай тағала ғылымды, рахымды, ғадалатты, құдіретті еді. Сен де бұл ғылым, рахым, ғадалат 3 сипатпенен сипаттанбақ, иштихатың шарт еттің, мұсылман болдың һәм толық инсаниятың бар болады. Белгілі жауаммәртлік 3 хасылат бірлән болар деген. Сиддиқ, кәрәм, ғақыл, бұл үшеуінен сиддиқ ғадалат болар. Кәрәм шафағат болар. Ғақыл мағалымдыр. Ғылымның бір ат екендігі. Бұлар әр адамның бойында Алла табарака уа тағала тәхмин бар қылып жаратқан. Бірақ оған рәуаж беріп гүлдендірмек. Бәлки адам өз халінше кәмелатқа жеткізбек жәхәтінде болмақ. Бұлар иждихадың бірлән ниет халис бірлән ізденсен ғана берілетін нәрселер. Болмаса жоқ. Бұл айтылмыш 3 хасләттің иелерінің алды пайғамбарлар. Онан соң әулиелер. Онан соң хакімдер. Ең ақыры кәміл мұсылмандар. Бұл 3 түрлі фиғыл құданың соңында болмақ. Өзін құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып тұтпақты пайғамбарлар үйретті әулиелерге, әулиелер оқыды. Ғашық болды. Бірақ ухрауи пайдасын ғана күзетті. Ғашықтары сол халге жетті, дүниедегі тиерлік пайдасын ұмытты. Бәлки хисапқа алмады. Хакімдер дүниеде тиетін пайдасын сөйледі. Ғибрат көзімен қарағанда екеуі де бірінен бірі көп жырақ кетпейді. Оның үшін әрбірінің сөйлеуі, айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұңғатына қарап пікірлемектікті екеуі де айтты. Пікірленбек соңы ғибраттанбақ болса керек. Бұл ғақыл. Ғылым екеуі де өзін зорға есептемекті. Залымдықты. Адам өзіндей адамды алдамақты жек көреді. Бұл ғадалат әр екеуі де мархаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйырды. Бұл рахым болса керек. Бірақ менің ойыма келеді. Бұл екі тахифа әр кісі өздеріне бір түрлі нәпсін фида қылушылар деп. Яғни пенделіктің кәмәлаты әулиелікпен болатұғын болса, күллі адам тәркі дүние болып ху деп тарихатқа кірсе, дүние ойран болса керек. Бұлай болғанда малды кім бағады, дұшпанды кім тоқтатады, киімді кім тоқиды, астықты кім егеді, дүниедегі Алланың пенделері үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді. Хәрами, макрухи бұлай тұрсын, Құдай тағаланың қуатыменен, иштихат ақылыңменен тауып, рахатын көрмегіне бола жаратқан. Берген нигметтеріне онан көрмек хузурға, суық көзбен қарап, ескерусіз тастап кетпек ақылға, әдепке, ынсапқа дұрыс па? Сахиб нигметке шүкіршілігің жоқ болса, әдепсіздікпенен күнәкар болмайсың ба? Екінші, бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кетуде қаупі бар, уә кәпірлерге жем болып кетуде, қайсы бір сабырсызы жолынан тайып, сабырмен бір қарар тұрамын дегені болып кетселер де керек. Егерде бұл жол жарым-жартыларына ғана айтылған болса, жарым-жарты рас дүниеде бола ма? Рас болса, хәммаға бірдей рас болсын, алалаған рас бола ма? Хәм ғадалат бола ма? Олай болғанда ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмәлат жоқ.
Бірақ әулиелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашаран Мүбәшәрадан Хазірет Осман, Ғабдурахман бин Ғауф уа Сағид бин Әбутқас үшеуі де үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік. Я дүние ләззатына алданып иштихадым шала қалат деп бойына сенбегендік. Я хирс дүниеліктен қауымның көңілін суытпау үшін. Ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен жаныммен ұрыс қылғанда халық ең болмаса нәпсімен ұрыс қылып. Хәуа-хәуастан әрбір арзу нәпсіден суынып, адалет, мархамат, махаббатына бір қарар болар ма екен деген үмітпенен болса керек. Олай болғанда ода жұртқа қылған артық махаббаттан хисап. Бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің кәмелатына жетпек. Бұл заманда надир. Бұған ғылымның да зоры, сидди. Қайраттың да зоры. Махаббаттың халлахна да, уа халық ғаламға да бек зоры табылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны, бәлки, фитнә болар. Басына һәм бір өзіне өзгешелік бермек. Адам ұлын бір бұзатын іс. Әрбір наданның бір тарихатқа кірдік деп жүргені біз бұзылдық дегені менен бір болады. Хакім. Ғалым асылда бір сөз. Бірақ ғарафта басқалар дүр. Дүниеде ғылым захири бар. Олар айтылмыштарды жазылмыштар. Оны нақлия деп те айтады. Бұл нақлияға жүйріккер ғалым атанады. Құдай тәбәрәка уа тағала ешбір нәрсені себепсіз жаратпаған. Мұны ізерлеп тафаккару фи әла иллахи деген хадиске бинаен бұл сұңғати құдадан ізерлеп. Құмар болып ғибратланушыларға тыю жоқ. Бәлки, сұңғатынан себебін білмекке құмарлықтан сани ғашықтық шығады. Құдай тәбәрәканың затына пендесінің ақылы жетпесе. Дәл сондай ғашықпын демек те орынсыз. Ғашық мағшуғлыққа халик бірлән махлуқ ортасы мұнасибәтсіз. Алла тағаланың пендесін махаббат уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббатпенен ғана елжіремекті құдаға ғашық болды дейміз. Олай болғанда хикмет құдаға пенде өз ақылы жетерлік қадірін ғана білсем деген әрбір істің себебін іздеушілерге хакімат қойды. Бұлар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандар менен хәммасы адам баласының пайдасы үшін, ойын күлкі түгіл. Дүниедегі бүкіл ләззат бұларға екінші мәртабада қалып, бір ғана хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақпенен ләззаттанады. Адаспай тура іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фиғыл пәнденің қазығы. Осы жақсы хакімдер. Әр нәрсе дүниеде бұлардың истихражы бірлән рауаж табады. Бұлардың ісінің көбі дүние ісі, ләкин осы хакімдердің жасаған таратқан істері. Әд-дүние мәзірәгәтул ахирет дегендей, ахиретке егіндік болатын дүние сол. Әрбір ғалым хакім емес. Әрбір хакім ғалым. Ғалымдарының нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди кәсіп қылады. Хакімдердің ғағлияты бірлән жетсе, иман екини болады. Бұл хакімдерден мұрат, мұсылман хакімдері болмаса ғайри діннің хакімдері әгерше фатлубни тәжиду ни делінсе де, дүниенің һәм адам оғлы өмірінің сырына жетсе де, діннің хақ мағрифатына жете алмағандар. Бұлардың көбі иманның 7 шартынан бір Алланы танымақтан ғайри. Яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып тахқиқлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде басшымыз Құдайдың елшісі пайғамбарымыздың хадис шарифі, хайру нас мән янфагу нас деген. Бұл хакімдер ұйқы, тыныштық, әуес қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іс шығармақлығына, яғни электрияны тауып, аспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға қайласын тауып, 1000 адам қыла алмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уақсусан адам баласының ақыл пікірін ұстартып, хақ пенен батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нафиғлық болған соң, біздің оларға міндеткерлігімізге дау жоқ. Бұл заманның молдалары хакім атына дұшпан болады. Бұлары білімсіздік. Бәлки, бұзық фиғыл, әл инсан ғадду, ләмә жәхилға хисап. Олардың шәкірттерінің көбі біраз ғарап парсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгешелік беремін деп әуре болып, жұртқа пайдасы тимек түгіл, түрлі зарарлар хасил қылады, хай-хой менен, мақтан менен қауымды адастырып бітіреді.
Бұлардың көбі әншейін жәһил түгіл, жәһилелер кібік талап болса, қайда хақ сөздер келсе, қазір нысапқа қайтсын, һәм ғибраттансын. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген нысап, құр өзімшілдік һәм әр өзімшілдік адам баласын бұзатын фиғыл. Растың бір аты – хақ. Хақтың бір аты – Алла. Бұған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып, ғадалатпен тәптештеуге керек. Мұндай фиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз салаллаху ғалайхи уәссәләм ақыр заманда бір жылдық бір күн болар дегенде, сахаба-и кәрәмләр бұл бір жылдық бір күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның патуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, замана өзгеруімен қағидалар өзгерілмегін білдіргені мағлұм болады. Бұл күндегі тәфсил ғулум ескі медреселер ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болды. Соған қарай Ғұсманияда мектеп харбия, мектеп руштиялар салынып, жаңа низамға айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз, ұзақ бахастар бірлән күнін өткізіп, мағиша дүниеде надан бір ессіз адам болып шығады да. Ешбір харекетке лайықты жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салынады. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да тәсирсіз болады. Дүниенің мағмұрлығы бір түрлі ақылға нұр беріп тұратұғын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіні де болады. Бәлки, дүниенің ғылымын білмей қалмақтық, бір үлкен зарарлы надандық. Ол Құранда сөгілген. Дүниеде кімде кім өзіне өзгешелік бермек қасады, бірлән малға махаббатын аударған дүние болмаса, ихсанда қолым қысқа болмасын деп, һәм өзім біреуге таңғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай. Ізгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлән ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек өзі де ихсан. Бірақ ол өнер ғадалаттан шықпасын, шарғыға муафиқ болсын. Адамға хәлінше ихсанды болмақ қарыз іс. Бірақ өзгелердің ихсанына сүйінбек дұрыс емес. Моллалар тұра тұрсын, хусусан бұл заманның ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитна ғалым, бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хүкім шариғатты таза білмейді. Көбі надан болады. Онан асып өзін-өзі әхіл тарихат біліп және біреуді жеткізбек дағуасын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес, бұлардың жеткізбегі мұхал, бұлар адам аздырушылар. Хатта дінге де залалды. Бұлардың сүйгені надандар, сөйлегені жалған, дәлелдері тасбығы менен шалмалары, онан басқа еш нәрсе жоқ. Енді біліңіздер. Ей, перзенттер! Құдай тағаланың жолы деген жол Алла тағаланың өзіндей ниһаятсыз болады. Оның ниһаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып кім қадам басты? Ол таза мұсылман. Толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаң болса, өзің ниһаятлысың, ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын. Маған құйылсын. Отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген нысап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадалат. Шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құданың жолы. Ол ниһаятсыз жол. Сол ниһаятсыз жолға аяғыңды берік бастың, ниһаятсыз Құдаға тағырып хасил болып, хас езгу құлдарынан болмақ үміт бар. Өзге жолда не үміт бар? Кейбіреулердің бар өнері, мақсаты киімін түзетпек, жүріс-тұрысын түзетпек болады да, мұнысын өзіне бар дәулет біледі. Бұл істерінің бәрі өзін көрсетпек, өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақымақтарға бәрекелді дегізбек. Осындай болар ма едік деп біреулер талаптанар, біреулер осындай бола алмадық деп күйінер. Мұнан не пайда шықты? Сыртқа қасиет бітпейді. Алла тағала қарайтұғын қалыбыңа, боямасыз ықыласыңа қасиет бітеді. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің? Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектікпен өсер. Құдай тағала дүниені камалатты шеберлікпен жаратқан, һәм адам баласын өссін өнсін деп жаратқан. Сол өсіп өну жолындағы адамның талап қылып ізденер қарызды ісінің алды әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектің табылмағы өзінің өзгелерге қолыңнан келгенінше достық мақамында болма. Кімге достығың болса, достық шақырады. Ең аяғы ешкімге қас сағынбастық һәм өзіне өзгешелік беремін деп, өзін тілмен я қылықпен артық көрсетпек мақсатынан аулақ болмақ. Бұл өзін өзі артық көрсетпек.
Екі түрлі. Әуелгісі, әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып адамның адамдығын бұзатын, жаманшылықтан бойын жимақтық. Бұл адамға нұр болады. Екіншісі, өзін-өзі өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың нұрын, гүлін бұзады. Үшіншісі, қастық қылмақ, қор тұтпақ, кемітпек. Олар дұшпандық шақырады. Һәм өзі өзгеше тұтатын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдік бітіреді де, күншілдікті қозғайды. Бұл үш түрлі істің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық береді. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге талап салады. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық. Екіншісі еріншектік. Үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық. Адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады. Бұлардың емі. Халқына махаббат. Халық ғаламға шапқат. Қайратты. Тұрлаулы. Ғадалет ісінің алды артын байқарлық білімі. Ғылымы болсын. Ол білім, ғылымы құдаға мұқтади болсын. Ғылым әуелі ғалами ғылымға мұқтади болсын. Яғни Құдай тағала бұл ғаламды жаратты, ерінбеді. Келісімменен, хикметпенен кәмәлатты бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңізде бір жақсылық бина қылып, арқа сүйерлік шеберлікпенен болсын. Және Құдай тағала әріне жаратты, бір түрлі пайдалы хикметі бар. Сенің де ісіңнен бір зарар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміті бар іс болсын. Бұларсыз іс. Іс емес. Бәлки. Бұларсыз тағатта емес. Белгілі, Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады. Ешбір нәрсеге хикметсіз тәклиф қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің қауам бұлай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп, парыздарды білмекке иштихад ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, ізгілік деп қыласыз. Ізгілікке бола қаст етіп, ниет етесіз. Ниет оның парызынан хисап, пайғамбарымыз салаллаху ғалайхи уәсәләмнің хадис шарифі иннамал ағмал, бин ниет деген. Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, ораза тұтпаққа. Бұл тағаттарды ниетіңіз захирынан қалыпсыз ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес пе? Сіздің батиніңіз таза болмағы әуелі иман болып. Бұл захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің захиріңіздағы ғибадат, батиніңіздағы иманның көлеңкесі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көру үшін бұйырылған. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес. Біреу, бірақ ізгі тағатпенен нұрланады, тағат жоқ болса, күңгірттенеді, бәлки. Сөну қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қылса, соны қылып жүріп, иманы сөнер деген. Менің қаупім бар. Олар хас осы ғибадат екен, Құданың бізге бұйырғаны. Біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Жай. Күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояу тұрмағын қаст қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің амандығы, тазалығы емес пе? Ей, ишараттан хабарсыздар, қара. Бұл ғибадаттан бір үлкені намаз, ол намаздан әуелі тахарат алмақ, онан соң намазға шұруы қылмақ, ол тахараттың алды истин жайеді. Мұны бір берік ойлап тұр. Аяғы екі аяққа мәсіқпенен бітуші еді, бұлар хәммасы болмаса көбі ишарат еді. Истин жада жуасыз. Сіздің кіңіздің ешкімге керегі жоқ еді. Онымен сезімді тазалыққа ергендігіңді, кәміл ықыласыңды көрсетіп, ішімнің сафлығының соңында халық көрер. Сыртымды да пәк етемін, һәм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пәк етемін. Бұл пәктіктің үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз. Енді намаздың аты. Салауат, дұға. Мағынасында деген. Аяқта, мойында болған мәсқылар. Ол жұмақ емес. Өздері де жуылы деп көрсеткен ишараты. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз, егер Алла тағаланы жоғарыда деп мәкән исфат етпесең де, бегірек созу әдепсіз болып.
Күнә дәриясына ғарық болдым, яғни дүние әуесіне ғарық қылмай қолымнан тарт, яғни құтыларлық жәрдемдерінің ишараты. Қыблаға қарамақ әрине. Құдай тағалаға ешбір орын мүмкін емес болса да, зиратын парыз еткен орынға жүзін қаратып, сондағы дұғадай қабылдыққа жақын болар ма екен деген ишараты. Онан соң қираат, яғни сурахи Фатиха оқисың, мұнда бірақ сөз ұзарады. Ол Фатиха сүресінің мағыналарында көп сыр бар. Рухух бас ұрмақ. Алдында Құда қазірге ұқсас. Ол да ишарат. Сәжделер әуелі жерден жаралғанына ықрары. Екіншісі, және жерге қайтпағына ықрары, бас көтермек және тіріліп, сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қағадат ул ахир, дұғаның ақырында Аллаға тахият. Одан тәшахуд, одан салауат, пайғамбарымыз саллаллаху ғалайхи уәссәләмге айтпақ үшін ең ақырғы сәлемменен тауысасыз, яғни Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз. Ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақтастырып, оларға да сәлемәтшілік тілеп һәм рахмет тілеп бітіресіз. Бұл сөзден не ғибрәтлендік?